Мета әлем жайлы естіп пе едіңіз? Виртуалды әлемнен адамдар не үшін жер сатып алып жатыр? Жалпы ол жақта адамдар жер, үй, машина, киім кешін сатып алып жатады. Не үшін деп ойлайсыздар? Жалпы ол жақта да ертең жаңа өмір басталады. Сол жақта өмірге біз осы криптовалютаны тікелей қолданамыз. Оны біз не үшін сатып алып керекпіз деп ойлауыңыз мүмкін. Мен сіздерге оны түсіндіре кетейін. Қараңыздар, ол былай нәрсе. Ол жақта біз, например, ол жақта өзінің очкиі болады, яғни біз өзіміз очки аламыз, каждыйымыз. Бізге ол қалай тиімді және пайдалырақ болады. Мысалға сіз ойлаңыз, сіз кәсіпкерсіз, не болмаса бір қарапайым адамсыз, бір жұмыспен Астанадан Ақтауға баруыңыз керек. Қандай да бір құжатқа барып, сіз договорға қол қоюыңыз керек. Сол кезде сіз не істейсіз? Виртуалды әлемге кіресіз, сіздің өзіңіздің очкиіңіз болады, жаңа сатып алған очкиіңіз. Ол жақта да ол адам очки киеді. Сол кезде сол очкимен сіздер не істейсіздер? Бір жерде кездесесіздер. Сол жерде кездесіп, кәдімгідей сол құжатқа қол қойып, соны PDF форматта шығарып алуға болады. Сондай жұмыстар жасауға болады. Яғни сіз ойлаңыз, сіз құжатқа қол қоюға болады, не болмаса бір қандай да бір переговор кәдімгідей осылай сізбен мен сияқты отырып спокойно сөйлесіп жүргізуге болады жұмыстарды. Яғни сіз ол жерде сіз біріншіден уақыт үнемдейсіз, екіншіден ақшаңызды үнемдейсіз. Сіздің бару келуіңізге как минимум мысалға 60 мың теңге кетеді. Яғни сіз сондай ақша құртпай, сіз осы жерде отырып, сіз ана жерде жұмысыңызды яғни тезірек атқарып аласыз. Мысалға сіз қараңыз, қаланың ішіндесіз, қаланың ана басынан мына басына бару керек. Сізде пробка болып жатыр, қандай да бір нәрселер болып жатыр. Сол ортада сіздер жұмысты бітірулеріңіз керек, яғни бүгін кездесулеріңіз керек. Сіздер не істейсіздер? Екі ортада очкиді киесіздер, тағы да сіз виртуалды әлемде сіз таксиге отырып, бір белгілі бір ресторанға, яғни белгілі бір зданияға кіріп, сіздер сол жерге кіріп сөйлесесіздер. Бірақ сіз кіргеніңіз үшін сіз ол жерде ақша төлейсіз. Түсінесіз ба? То есть ана зданияға кірген үшін сіз $1 төлеуіңіз мүмкін, или $0,5, или қандай да бір тиын төлеуіңіз мүмкін. Сол жерде отырып сөйлесесіздер, ол тиын кімге түседі? Яғни ана виртуалды әлемге сол жаққа өзі ресторан немесе қандай да бір здания соққан адамға сол кісіге ақша түсіп отырады. Яғни сіздің кездескеніңіз сол кісіге ақша түсіп отырады. Көрдіңіздер ме? Сөйтіп ол жақта кәдімгідей өмір жалғасады. Мысалға сіз ол жақта да құр жүрмейсіз, ол жақта да өзіңіздің жаңа брендтегі очкиіңіз, брендтегі киіміңіз, брендтегі сағатыңыз, сондай брендпен сіз сатып аласыз. Ол жақта уже қазір мысалға Adidas, басқа да мысалға сол сияқты iPhone деген сияқты брендтермен неше түрлі өзінің товарларын уже қойып қойған. Сіз сол жаққа виртуалды әлемге кірген кезде соның бәрін, каждый тиынға болсын, сіз оның бәрін сатып аласыз. Яғни адам келпінде бір өзіңіз сияқты бір не болады, жаңағыдай робот болады. Сол роботты сіз полностью сіз киіндіресіз, оған сағат аласыз. Мысалы сіз кездескен кезде де, мысалы кәдімгі өмірде сіз айфоныңызбен басқамен бір кездесуге барған кезде әдемі болып барады ғой. Сол сияқты ана жерде де өзіңіздің брендтеріңізді көрсетіп, яғни мысалы сіз инвестиция жайлы кездесіп, мысалға сөйлесіп көруіңіз мүмкін. Сол кезде сіз барып, сондай бір зданияға барып сөйлесесіз. Сіз ол жерде баруға дейінгі ана жерде киімдерді мысалға ақша құртасыз. Ал енді сіз бизнес ретінде қалай ол жерден табыс табасыз? Например, сіз қандай да бір сол жақта, например, жаңағыдай киім сатуыңыз мүмкін, виртуалды, просто виртуалды киім құрастырдыңыз, и соны сіз сатып жатсыз. Ойлаңызшы, сіз сатып жатсыз. Сағат ойластырдыңыз, соны сатып жатсыз. Болмаса сіз бір здания, жер сатып алдыңыз да, бір здания соқып қойдыңыз, сол сіздің жеріңізге жан-жақтан адамдар келіп, сол жерге өздері жаңағыдай сөйлесіп, екі жаққа тарап кете береді. Яғни солар каждый кірген үшін сізге не істейді? Ақша төлеп кетіп отырады. Жалпы бұл жақта жаңағыдай бір-бірімен байланысты, бір-бірімен жалғанып кете береді. Кәдімгі өмірдегідей. Просто ол жақта кәдімгідей тамақ жеп іше алмайсыз, қалған дүниелердің барлығын жасай беруге болады. Яғни кәдімгідей сезіне аласыз, сөйлесе аласыз кәдімгідей. Ол жақта мысалы связь нашар ұстау деген нәрсе жоқ. Прямой, кәдімгі спокойно сіз сөйлесе бересіз. Мысалға мүмкін Алматыда болған болсаңыз, Алматыда, Арбатта не бар? Сумның жанында, то есть подвалда жаңағыдай Counter-Strike бар. Может, TikTokта да көріп жүрген боларсыздар. Кәдімгі очки киіп аласыз, 4 бұрышты здание, очки киіп алсаңыз, как будто бір андай жер үйдің ішінде, болмаса бір
бір неше түрлі бір атысатын алаңдарда жүрген сияқты боласыз. Ана очки киіп алсаңыз бір кәдімгідей сізге солай сезіледі. Қолыңызда 2 пульт болады, ол автомат сияқты бүйтіп ұстап жүресіз, кәдімгідей қозғалып жүреді. Соны атысып ойнайсыз. Мысалы сол жерде офлайн әшейін бір адамға сағатына 7000 теңге төлейді, например, да. Вот сол адамдар сол виртуалды әлемнен сол жерді сатып алды, сол очкиді сатып алды. Просто сіздерге қазір уже жүріп жатыр. Ол уже қазір қолданыста, бірақ қатты дамымаған. Алдағы 10-15 жылда бізде қатты дамып, сол бізде қолданыста болады. Яғни біз барлығымыз сондай әлемде жүреміз. Ол біріншіден бізге тиімдірек болады, жаңағыдай жұмыс басқа да жүргізу үшін. Вот, көп нәрсені сөйлесу үшін, кездесу үшін, көп жұмыстарды бітіру үшін де. Вот, сондықтан да бұл нәрсе өте актуальный болады. Қазір бізде енді адамдар пока көп түсіне алмағандықтан бұл қолданыста әзірше аз. Әзірше сол жерлер, басқа да жағдайлар арзан. Яғни қазірден бастап сіздер сол жерді болмаса басқа бірдеңені уже сол жақтарды кіріп, сіз түсініп, қарап, жаймен сатып алып қазірден істесеңіз, ертең алдағы бір 10-15-20 жылда сіз уже өкінбейтін боласыз. Яғни андай нәрсе ғой, мысалы мынандай нәрсе естіп көрдіңіз ба? Көп мысалы әңгімелер болады, мысалы біздің батя жаңағыдай 2 малға бір үй берем деген, бірақ сол кезде алмаған дейді ғой. Қазір мысалы үйдің бағасы қандай да, например, қазір үй алатын болсаңыз жоқ дегенде бір 30 миллионға сатып аласыз да. Кезінде 2 сиыр дым емес еді деген сияқты ғой. Тура сол сияқты қазірде мысалға о жақтағы дүниелер дым емес та, бірақ кейін уақыт өте келе осы 10-15 жылдан кейін о жақта да бір сол бір үйдің бағасының өзі білмеймін бір 100 мың доллар болуы мүмкін да. Поэтому сондықтан қазірден бастап бұл жаңа әлемге де біз үйреніп кіре бастауымыз керек. Яғни биткоинмен де салыстырып қарайтын болсақ, биткоин 2009-да шықты, қазір қандай да? Биткоин бірінші шыққан кезде қандай еді? Қазір қандай? Бірінші шыққан кезде, например, 5000 биткоиннің өзі әшейін $5 болған да. Қазір бір биткоиннің өзі 43 мың доллар. Енді салыстыруға келмейді, Тура сол сияқты бұл виртуалды әлем қолданысқа өте жоғары деңгейде кіріп жатыр да. Өйткені адамдарға, халыққа пайдалы. Адамдарға жұмысын жеңілдетеді, ақшасын үнемдеткізеді. Сондықтан да бұл жаққа өте адамдар жақсы кіріп жатыр. Просто бұл жерде қазір резко дамымайды. Неге? Өйткені бұл жаққа адамдар кіре салып түсінбеуі мүмкін. Бұны түсіну үшін біз жай қарап, кіріп, проектілерге сеніп, жаңағыдай ішінен жер алып, жер сақтап, өзіміздің зданиямызды соғып, өзімізге жаңағыдай неше түрлі нәрселер жасап, бизнестер ашып деген сияқты құрып жүргізуіміз керек. Жалпы осылай. Мета жалпы түсінікті болды деп ойлаймын. Түсінбеген нәрселеріңіз болса, міндетті түрде комментарияға жазыңыздар, біз міндетті түрде жауап беретін боламыз. Одан бөлек жалпы мета әлем жайлы, крипто жайлы көбірек ақпарат білгілеріңіз келсе, бізге лайк басып, біздің видеоларды сақтап алыңыздар, бізге тіркеліп алыңыздар. Одан бөлек біздің инстаграмда бар, инстаграмға тіркеліп алыңыз. Біз оларға өте көп ақпараттарды айтатын боламыз. Жалпы бізбен бірге болыңыздар, біз сіздерге барлық болашақ әлем жайлы сіздерге үнемі айтудан жалықпаймыз. Сондықтан тіркеліп алыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.